Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін сауат ашу сабағынан өтетін тақырыбымыз ұлттық ойын туралы не білемін? В дыбысы мен әрпі. Сенің білетінің. В дыбысы мен әрпі дыбыспен сәйкестендіру, сөздегі дыбыс түрлері. Сенің меңгеретінің. Дауысты, дауыссыз дыбыстарды ажырату, дыбыстарды дұрыс дыбыстау, сөздерді тұтас оқу, түсініп оқу, В әрпін каллиграфиялық талапқа сай жазу. Бүгінгі сабағымыздың мазмұны ұлттық ойын туралы не білемін? В дыбысы мен әрпі. Бірінші сабағымызды бастаймыз балалар. Балалар, мен сіздерге жұмбақ жасырамын, сол жұмбақтың жауабын табамыз. Қосылса 1-3 арасы, қандай әріп қарашы. Жарайсыңдар балалар, бұл В әрпі. В әрпін біргелікте айтып үйренеміз. В әрпі айтылғанда кедергіге ұшырап айтылады. Сондықтан бұл дауыссыз дыбыс. Дауыссыз дыбысты біз көк бояумен бояймыз. В әрпі неге ұқсайды балалар? Қосылып тұрған 1-3 сандарына және көзілдірікке ұқсайды екен балалар. Балалар, бүгінгі біздің тақырыбымызда ұлттық ойындар берілген. Ұлттық ойындар бәйге, асық, көкпар, қыз қуу, алты бақан, орамал тастау, арқан тартыс, тағы басқа ойындар болады екен. Енді ұлттық ойын бізге ата-бабамыздан жеткен баға жетпес байлық, асыл қазынамыз екен. Бұл ойындар бізді епті болып өсуге жетелейді. Енді балалар, осы ұлттық ойынымызға В әрпі қонаққа келеді. Осы қонағымыз қай көлікпен келеді? Суретке назар аударамыз. Велосипед, автобус, трамвай. Енді осы сөздерді оқып үйренеміз. Велосипед. Велосипед. Трамвай. Автобус. Балалар, В әрпі бізге орыс тілінен келген сөздерде кездеседі. В әрпі сөздің басында, сөздің ортасында, сөздің соңында келеді. Сөздің соңында тек қана тегімізде келеді екен. Енді оқулықпен жұмысты бастаймыз балалар. Екінші тапсырмаға назар аударамыз. Мәтінді оқы. Ұлттық ойынның атын тап. Ат жарысы басталды. Алда келе жатқан кім? Бас қамшыны бас. Бұл балалар қандай ұлттық ойын түрі деп ойлайсыздар? Әрине, бұл бәйге. Бәйге жарысы аттар ұзақ қашықтыққа жарысады. Мәреге жеткен жүйрік ат бірінші болып келеді. Осы жеңімпазға сыйлықтар беріледі екен балалар. Осы сыйлық мына жұмбақта жасырынған екен. Үй ішінде бөлме, бөлме іші көлде. Түрлі ұсақ балық, жүзді сайран салып. Суретке назар аударып, осының ішінен жұмбақтың жауабын табамыз балалар. Жарайсыңдар балалар. Аквариум. Аквариум бүгінгі жеңімпазға берілген сыйлық. Балалар, енді В әрпін жазып үйренеміз. Жазу ережесін есімізде сақтаймыз. Жазу жазғанда түзу отыр. Дәптерді көлбеу қой. Қаламыңды дұрыс ұста. В әрпін әдемі жазып үйренейік. В әрпінің бас әрпі. Үлкен жолдың ортасына қаламыңды қой. Түзу көлбеу сызықты тік төмен тартамыз да,
астыңғы сызыққа жете бере, солға қарай доға жасай отырып, астыңғы сызыққа тигізе көлбеу сызықты оңға қарай үлкен жолдың ортасынан сәл төмен түзу сызықты қиямыз да, оңға қарай дөңгелете үлкен жолдың ортасына дейін жартылай доға сызамыз. Оған жалғастыра жазу жолының үстіңгі сызығына тигізе, оңға қарай екінші жарты доғаны сызамыз. Оны жазу жолының астыңғы сызығына тигізе, солға қарай көтереміз. В әрпінің кіші әрпі. Жазу жолының ортасына қаламыңды қой. Оңға қарай көлбеу сызып, үстіңгі сызықты кесіп өтіп, үлкен жолдың ортасына жете бере, солға доға жасап, иіп, тік төмен созамыз. Жазу жолының астыңғы сызығына жете бере, оңға қарай иіп, астыңғы сызыққа тигізе жазу жолын толтыра, дөңгелетіп, көлбеу сызықпен қосамыз. Балалар, енді келесі тапсырмаға назар аударамыз. В әрпін жазып болдық. Енді мұқият тапсырмаға назар аударың. Сөздерді оқы. В әрпі бар сөздер қатарын белгіле дейді. Бірінші қатар бақша, шабақ, асқабақ. Екінші қатарда автобус, вокзал, аквариум. Үшінші қатар бор, қақпан, кептер. Балалар, енді үшінші тапсырмаға назар аударамыз. Сөздерді суреттермен байланыстыр. Диван, велосипед, киви, вокзал, ваза сөздерін берілген суреттермен байланыстырамыз. Балалар, бүгінгі сабақта сіздер В дыбысы мен әрпімен таныстың. Құрамында В әрпі бар сөздерді тұтас және түсініп оқыдың. В әрпін каллиграфиялық талапқа сай жазуды үйрендің. Сонымен бүгінгі сауат ашу сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.